Сәлем достар, бизнес-менеджерді тауып және ашқан соң, Facebook'тегі басты парақшаңызға өтіп, ADS менеджерге кіресіздер. Ашылған бетте сіздің жеке аты жөніңіздегі жарнама аккаунт ашылады. Алдында мен оны айтып өткенмін, біз ол аккаунтпен қолданбаймыз. Біз мына үш бұрышты басып, сіз алдында ашқан жаңа аккаунтты іздеп табасыз және сол жерге өтесіздер. Менде ол доллар деп аталады. Бәрін дұрыс осыған дейін жасап толтырсаңыз, сізде мынандай зат шықпайды. Іші тап-таза, нәтижелер жоқ деп қана жазылған аккаунт ашылады. Егер настройки компанияға өту керек болса, мына мәзірді басып өте бересіз. ADS менеджер компания, жарнама топтары, жарнамалар деген басты бөлімдерден тұрады. Компания деген бөлімде сіз жарнама мақсатын таңдайсыз. Мысалы, кейбіреулер жазушылар подписчиктер жинайды, сайтқа жібергісі келеді, WhatsAppқа, Instagramға. Сол мақсаттардың бәрі осы жерде бизнесіңізге байланысты таңдап қоясыз. Жарнама топтар бөлімінде қай жерге жарнама жіберетініңізді, қандай аудиторияңыздың негіздерін, аудиторияңыздың жыныс, жас немесе қызығатын нәрселерін осында орнатасыз. Сіздің аудиторияңыздың ерекшеліктері осында белгіленеді. Бюджетте осы жерде қойылады. Егер сіз бірнеше аудитория белгілесеңіз, мысалы, әйелдер 20-дан 30-ға дейін деп, келесі аудитория әйелдер 30-дан 40-қа дейін деп, онда әр осы аудиторияда өз бюджеттері болады. Біріншісінде $1, екіншісінде $2 дегендей. $1 ең төменгі бюджет. Бұл жарнама топтарының ішінде жарнамалар болады. Жарнама сурет, баннер түрінде, видео түрінде, рилс түрінде, WhatsAppқа, сайтқа, Instagramға, басқа жерлерге жіберілетіндей қоюға болады. ADS менеджердің жасаған жарнама тиімді болып келеді. Instagramдағы продвигать бастырмасын басқанға қарағанда, ол бастырмамен де жарнама жасауға болады. Ол таргеттің жеңіл түрі. $1 бір пост жарнамаға жіберсеңіз болады. Ал ADS менеджерде жарнама жіберген кезде сіз экономдайсыз, өйткені $1-ға 10-20 постыңызды жіберіп жарнама жасасаңыз болады. Создать жасау деген бастырманы басамыз. Мақсаттар тобы көрсетіледі. Танымалдылық, трафик, қатысушылық, лидтар, қосымшаны жылжыту, сатылымдар. Бірінші мақсат танымалдылық деген, барынша көп адам көрсін деген мақсат болса, осыны қолданасыз. Бұл жерде көп адамды жарнамамен қамту, брендіңізді көрсету, видеоны көрсету деген нәрселер кіреді. Қосымша жарнама түрі ретінде қолдансаңыз болады. Трафикке қарағанда сіздің жарнаманы 10 есе, 20 есе көп адам көреді, бірақ мүлдем сіздің мақсатты аудиторияңыз болмауы мүмкін. Трафик бұл мақсаттың ішінде басылымдар, мақсатты парақшаның көрсетілімдері, WhatsAppқа менеджерге жіберу, звондау дегендер кіреді. Кез келген сілтемеге жіберу үшін трафикті қолданасыз. Қатысушылық мақсатын жазылушылар керек болған кезде, Instagram аккаунтыңызда белсенді қатысушылар керек болған кезде қолданасыз. Бұл жарнама лайк басатын, комментарий жазатын, репост жасайтын және сақтар бастырмасын көп басатын адамдарға көрсетіледі. Лидтар сайтыңыз жоқ болса, бірақ сізге адамдардың телефондары мен пошталар тапсырыс түрінде керек болса, қолданасыз. Қызмет бизнестерінде жақсы қолданады, товар бизнеске қарағанда. Бұл жерде лезде ашылатын жедел форма ашылады. Кішкене сайт сияқты толтырасыз. Адамдар жарнамаға өткенде сол форма автоматты түрде ашылады, автоматты түрде адамдардың аты жөні енгізіледі. Олар жіберу деп басқан кезде сізге тапсырыс келеді. Өзіңіз хабарласып айтып бересіз. Егер сізде дайын қосымша бар болса, соны дамытуға қосымша жылжыту дегенді қолданасыз. Сатылымдар деген сайттары, интернет-магазиндері бар адамдарға ыңғайлы. Ол сайттың ішкі орнатуларына сіздің кіруге мүмкіндігіңіз болу керек. Өйткені ол жерге сіз Facebook пиксель орнатасыз. Сосын Facebook'те сіздің сайтқа кім кіргенін, қай жерде басқанын, тапсырыс қалдырғанын қарап отыра аласыз. Бұның бәрі түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай жылжимыз. Содан кейін мына үш бұрышты басып, мақсат пен компания атауын жазасыз. Ары қарай деген бастырманы басамыз. Үш бағаннан тұратын терезе ашылады. Мына бірінші баған ары бері өту үшін, екінші баған толтырылатын бөлім, үшінші ақпараттық бөлім, жарнамаңыз қандай болатынын көрсетіліп тұрады. Компания деген бөлімде атауынан басқа ештеңе толтырмаймыз. Жаңа жарнама тобы бөліміне өтеміз. Бұл жерде бәрін қалай толтыру керегін кейінгі трафик сабағында айтып беремін. Қазір неден тұратынын қысқаша айтып өтемін. Тышқанның дөңгелегімен өстіп, жылжытып отырып толтырасыз. Бюджет осы жерде қойылады. Мына жерде әр бөлімді толтырған кезде оң жақтағы бағанда ақпарат өзгеріп отырады. Бұл жерде барлық аудитория көлемі, қанша адам осы бюджетке көреді және қанша адам басып кіруі мүмкін деген ақпарат көрсетіледі. Соны осы жерден қадағалап отыруға болады. Жарнама бөлімінде осы оң бағанада сіздің жарнаманың келбеті көрініп тұрады. Бәрін толтырып болған соң жабу дегенді басасыз. Енді мына бастапқы жарнама парақшасында сіздің
жарнамаңыз пайда болады. Жарнаманы өшіріп тастау үшін черновиктерді өшіру деген бассаңыз, жарияланбаған жарнамалардың бәрін өшіріп тастауға немесе өшіру дегенді бассаңыз болады. Егер жарнамаңызға өзгертулер енгізу керек болса, мына жердегі түзету дегенді басып, қайта кіресіз. Сол жерде жаңарту енгізесіз. Жай қарау үшін өстіп ішіне кіре бересіз. Компанияның ішінде жарнама тобы, оның ішінде жарнама. Жарнама тобы да көп болуы мүмкін. Егер жарнаманың көшірмесін жасағыңыз келсе, көшірме жасау дегенді басып, немесе мына жерді басып, мына жерге осылай дубликат пайда болады. Сіздің жарнамаға қатысты барлық ақпаратты көру үшін максимум дегенде басасыз, барлық кезеңдегі ақпаратты көресіз. Неше ақша құртылған, қанша адам көрген, сондай нәрселерді осы жерден көре аласыз. Бәрін тексеріп, барлық жарнаманы жасап болған соң, жарнамаңызды тексеруге жібересіз. Ол үшін мына жоғарыдағы тексеру және жүктеу дегенді басасыз. Жаңа терезе ашылады, ол жерде Facebook қателерді және ережелерді бұзулар бар ма соны тексереді. Егер бәрі жақсы болса, ары қарай модерацияға жіберіледі. Егер бұл жарнамалар сізге керек болмаса, мына жердегі лақтыру бастырмасын арқылы бәрін өшіріп тастай аласыз. Қазір басқа аккаунттан көрсетемін. Көріп тұрғандарыңыздай міне мына жерде мақсат және компанияның атауы, содан кейін көрсетілімдер, бағалар, солар осылай көрсетіліп тұрады.